Блиц шахматта жеңу үшін қолданылатын әдістер мен тактикалар. Сонымен блицтің көсемі Хикару Накамураға қайттан жүгінейік. Бұл онлайн блицке байланысты ережелері бар, осыны пайдалансақ болады. Сонымен бірінші ереже ешқашан берілме. Бұны онлайнда пайдалануға болады, ал бірақ офлайнда пайдаланудың қажет жоқ, өйткені қарсыласта артық уәзір болатын болса, интернет сөніп қалмайды. Сол себепті бұл тыңдамасаңыздар болады бұны. Келесі мәселе pre-move мәселесі, бұл да онлайн шахматқа тікелей қатысы бар. Үшіншісі, бұны пайдалануға болады. Ешқашан уақытқа қадалма. Неге қадалма? Тек қана уақыт, қанша минутым қалды екен деген сияқты мәселе болмау керек. Өйткені уақыт әрине маңызды, бірақ позиция, сіздің алдыңыздағы позиция ол маңыздырақ екенін ұмытпаңыздар. Келесі мәселе, сіздер деген өзіңіздің уақытыңызды үнемді және жақсы пайдалануыңыз керек. Мысалы, қарсыласыңыз ойланып жатыр ма? Сізде сол мезетте ойланыңызда келесі жүрістер мен не істеймін деген сияқты мәселені. Бесіншісі, өзің білетін дебютты ойна. Мысалы, Хикару Накамураның істейтін іс-әрекеті ол деген АТФ3, АТФ6, Ж3, Д5, піл Ж2, С5, рокировка ат С6, Д3, Е5, ат БД2, піл Е7 және Е4. Міне осыны адам не ойнайды, оған бәрібір. Осыны ол міндетті түрде қояды. Ол біріншісі. Екіншісі, ол оның сүйікті дебюттерінің бірі, ол Д4, АТФ6, АТФ3, Ж6, Е3, піл Ж7, піл Д3, Д6, рокировка, С4, ат БД7, ат С3, Е5, Б3, тура Е8, мысалы уәзір С2, С6 және піл А3 деп мысалы ойнай береді ол. Міне, оған бәрібір. Сіз не істейсіз, қалай жасайсыз, оның барлығы оған мүлдем қызық емес. Не мына жүйені ойнайды, не мына жүйені ойнайды ол деген, және қаралардың істеген оған қызық емес. Не мынаны ойнайды. Осыны ойнайды да, қарсыластың не істеп жатқаны оған мүлдем қызық емес. Енді келесі сұрақ. Қарамен не істеймін, қандай дебютты игерсем болады деген сияқты. Мысалы, қарсылас Е4 деп жүреді, сіз мысалы С6 деп жүрсеңіздер болады. Д4 және Д5. Мен барлық өзімнің көрермендеріме осы Каро-Кан қорғанысын айтам. Неге? Өйткені көп бұл жерде игерудің қажет жоқ. Кішігірім негізгі варианттармен таныс болсаңыз, оның өзі жеткілікті. Енді сұрақ туындайды. Е4 мәселесі түсінікті, Е4-ке С6. Онда Д4-ке, онда сізде С6 деп жүрсеңіз болады. С4 және Д5. Тура сол идеяларды, Каракандағы идеяларды осы жерде де пайдалансаңыз болады. Келесі ережесі ол деген, егерде позиция күрделі болатын болса, оны барынша қарапайым жасауға тырысу керек. Мысалы, мынандай позиция, сіз деген бұл позиция күрделі болып есептелінеді, өйткені фигуралар бар. Фигуралар бар жерде бұл міндетті түрде күрделі позиция. Күрделі позиция болғаннан кейін сіз мысалы тура Е6 деп жүресіздер, алдық, және енді патша F1 былай, патша Е2 былай, патша Д3 былай, патша былай, және Б4. Тез арада өзіңіздің өтетін сарбазыңыз ұйымдастырасыздар. Мысалы, қарсылас былай жүреді, Б5, алдық, былай, соңын патша Д5. Алдық. Әсіресе блицте бұл өте маңызды қағидалардың бірі. Позицияны сіз деген күрделі позицияны сіздер деген қарапайым қылуға тырысыңыздар. Көп адам мына жердегі пілді алмайды. Ол деген А3 деп ойнайды, соңын қарсылас деген піл Д5, патша F8, патша Е7, және позиция барынша күрделі бола береді. Күрделі позиция ма, оны қарапайым жасауға тырысыңыздар. Және соңғы ереже дер кезінде уақытылы ойынды тоқтату керек дейді. Бұл офлайн шахматқа ешқандай қатысы жоқ аса, өйткені офлайн шахматта сіздер деген дер кезінде кетесіз бе, кетпейсіз, өйткені жарыстан шыға салу ол деген ол жалпы дұрыс емес. Сол себепті осы ережелерді пайдалансаңыздар болады.